Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге шоколадты құлпынай және шоколадты банан рецептісімен бөлісемін. Бұл рецепт өте оңай дайындалады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен құлпынайды жақсылап жуып, одан соң қағаз майлықпен кептіреміз. Ең бастысы езіліп кетпеуі қажет. Содан кейін видеодағыдай етіп құлпынайға зубочисткаларды қадап шығамыз. Құлпынайға шоколады жақсы жабысу үшін 15 минутқа морозилкаға қалдырамыз. Енді кезекте бананды тазалап аламыз. Ортасынан кесіп тоңазытқышқа 15 минутқа қалдырамыз. Кез келген шоколадты водный баняда немесе микроволновкада араластыра отырып ерітеміз. Тоңазытқыштағы құлпынайды алып, еріген шоколадқа батырып, фольганың үстіне қоямыз. Содан кейін бананды да шоколадқа батырып фольганың үстіне қоямыз. Енді қызғылт шоколадты кондитерлік қапшыққа салып, ыстық суда ерітеміз. Бізде қызғылт шоколад еріді, ұшын кішкентай ғана қырқып, құлпынайды, бананды әсемдеп шығамыз. Шоколадты құлпынай бананымыз дайын болды. Сіздерге ұнайтыны 100% сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ардақ. Видео пайдалы болса, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыз.